Ассаламу алейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Егер сіз жаңғақ торттарын ұнатсаңыз, онда бұл дәмді пирог рецепті дәл сізге арналған. Арнамыздың дамуы үшін видеоға лайк басып, пікіріңізді комментқа қалдырыңыз. Енді ол үшін бөлме температурасында сары майды, қан, тұз, жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырып аламыз. Үстіне електен өткізілген ұнды, біраз қасық қопсытқыш қосып, қамыр илеуді бастаймыз. Біздің қамыр өте жұмсақ, пластилин сияқты болуы керек. Қамырымызды алып, жарты сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Осы аралықта 200 грамм жуылған және кептірілген жаңғақты ыңғайлы түрде майдалап алуымыз керек. Енді оны бір ыдысқа салып, үстіне қоюландырылған сүтті, яғни сгущенканы қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді дайын болған қамырымызды ұн сеуіп, қалыңдығы мүмкіндігінше біркелкі жаюға тырысыңыз. Жайылған қамырымызды қалыпқа салып, барлық шетін тегістеп аламыз. Мен диаметрі 26 см болған қалып қолдандым. Бірақ бұл рецепт бойынша диаметрі 22-28 см-ге дейін қалыптарды қолдануға болады. Енді қамырдың төбесін вилкамен тесіп шығамыз. Дайын қамыр үстіне жаңағы дайындап қойған начинкамызды салып, тегістеп шығамыз. Егер сіз диаметрі үлкенірек пирог дайындаған болсаңыз, сізге 300-350 грамм қоюландырылған сүт керек болады. Ең бастысы қоюландырылған сүтті артық қоспауымыз керек, өйткені қоюландырылған сүт пирогқа сіңбей қалуы мүмкін. Енді пирогымыз әдемі шығу үшін біркелкі емес қамыр шеттерін кесуге болады. Енді қызып тұрған духовкаға 180 градусқа 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Біздің жаңғақтық пирогымыз дайын. Пирогты толық суытып, кейін кесіңіздер. Үстіңгі жағы карамель сияқты, ал қамыры ауызда еритін, дәмді болады. Оны ыстық шай, кофемен бірге ұсыныңыз. Пирогты міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видеом ұнаса, лайк басып каналыма тіркеліңіздер. Ас болсын!